Сәлем 5-ші сынып оқушылары. Бүгін біз 2-ші тоқсандағы жаңа тақырып 5-ші модуль values тақырыбын өтеміз. Яғни values ол бізде құндылықтар. Кітабымыздың 54-ші бетін ашамыз. Жаңа тақырып 1-ші тапсырмаға қараймыз. Look at the celebration quiz. Complete 1-6 with 6 of the words in yellow from the quiz. Яғни келесі бетте 55-ші бетте бізде quiz берілген, я? Яғни тест түрінде квиз берілген. Мерекеге байланысты сол квизге қарап отырып, біз мына жердегі 6 суреттің астына сәйкестендіріп, 6 сөзді сол квиздегі сары мен боялған сөздерден теріп, мағынасына қарай жазып шығуымыз керек. Мен тапсырманы орындадым. Қараймыз. Бірінші words, яғни би көріп тұрмыз, яғни билеу. Сары сөзге қараймыз. Квиздің ішіндегі келетін бізге dance, би, dance waltz, вальс билеу. Екінші football boots. Football boots деген футболға арналған аяқ киім. Оны біз не істейміз? Киеміз. Яғни wear football boots. Келесі үшінші суретте song, өлең. Өлең айтамыз. Sing a song. Төртінші суретте street, көше. Көше не істелген? Көше безендірілген. Көзге қарасақ, сармен жазылған decorate деген сөз бар. Decorate деген безендіру, яғни көшені безендіру. Бесінші burgers. Бургерді не істейміз? Пісіреміз, я? Я, оны да қараймыз. Cook burgers. Алтыншы a wedding. Wedding деген, яғни бізде үйлену тойы. Оны не істейміз, балалар? Оны біз тойлаймыз. Celebration, яғни celebrate a wedding деп жазып аламыз. Балалар, тапсырманы жазып болсақ, келесі тапсырмаға қараймыз. Exercise 2. Work in pairs, do the celebration quiz, then listen and check your answer. 55-ші беттегі мерекелік квизді, яғни жұммен бірге орында деген. Кейін жауабын тексереміз деген. Енді 55-ші бетке қараймыз. Бірге осыны орындап шығамыз. Бірінші суреттен не көріп тұрмыз? Астындағын оқимыз. During Eid, some people don't eat or drink. Яғни айт кезінде кейбір адамдар тамақ ішпейді, ештеңе жемейді. Қай мезгілде? In the day, in the night. Күндіз бе, түнде ме? Яғни бізде ораза деген бар, я? Яғни күндіз жемейді. Сондықтан in the day деген таңдаймыз. Екінші суретке қараймыз. In Mexico, they make these sweets for. Мексикада мына тәттілерді қай уақытқа жасайды? The day of the dead, немесе the day of the sweet. Өлімдер күніне немесе тәттілер күніне. Бұл жерде скелеттің суретін адамда бейнелегендіктен бұл өлімдер күніне жасалады екен Мексикада, яғни ейді белгілейміз. Үшінші сурет. This is didgeridoo. They play this instrument in. Мынау didgeridoo. Олар инструментті қай елде ойнайды? Бұл инструментпен қай елде ойнайды? Австралия, Африка. Яғни A варианты Австралияда ойнайды екен. Didgeridoo деген. Келесі. When you have party for your birthday in Britain and the USA, people sing. Яғни Ұлыбританияда немесе Америкада адамдар туған күні болған кезде мына өлеңді айтады. Яғни happy birthday, я? Бәріміз білеміз. Келесі суретте. In the USA, there is a special day called Thanksgiving when people cook. Яғни Америкада бір арнайы күн бар, яғни рахмет айту күні. Сол күні олар не пісіреді адамдар? Hot dogs or turkey. Turkey деген ол үндік, яғни үндікті пісіреді екен. Келесі суретте. For the new year, people decorate the streets and houses with red in. Яғни жаңа жылда адамдар көшелерді, үйлерін осындай қызыл шарлармен бейнелейді. Қай елде? China, Russia. Қытайда немесе Ресейде. Яғни Қытайда, я, осындай қызыл шариктермен сәндейді. Келесі. At carnival in South America, people dance. Мұндай карнивал кезінде, яғни Америкада, оңтүстік Америкада карнивал кезінде адамдар билейді. The samba, the waltz, яғни самба биін билейді. Келесі. In India, there is a festival called Holi when people celebrate. Индия елінде Холи деп аталатын фестиваль бар. Және ол кезде адамдар оны тойлайды. Не үшін? The food or color? Тамақ үшін немесе түстермен, яғни color болады, түстермен, я?
Соңғысы, at Christmas in many countries people get presents. In Britain and the USA, people open their presents on. Жаңа жыл кезінде көптеген мемлекеттерде адамдар сыйлық алады, яғни Ұлыбритания мен Америкада адамдар сыйлықтарын қай күн ашады? The 24th of December or 25th of December. 24 желтоқсан емес, 25 желтоқсан ашады. B варианты дұрыс екен. Міне балалар, осылай біз мерекелік квизді орындап шықтық. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. Үшінші тапсырма 54-ші бетте. Choose the correct combination of verbs and nouns. Мына жерде екі сөз беріп қойған, сол екі сөзін біз, яғни дұрыс келетін етістік немесе сәйкес келетін етістік немесе зат есімнің түрін алу керек біз сөйлемге қарай. Бірінші мысал беріп қойған, you buy clothes or football. Яғни сен сатып аласың киімдерді, футбол сатып алмайсың, киімдерді сатып аласың. Сондықтан you buy clothes, not football. Киімдерді сатып аласың, футбол сатып алмайсың. Енді біріншісіне қараймыз. People celebrate Christmas, not dogs. Адамдар тойлайды жаңа жылды. Иттерді тойламайды, жаңа жылды тойлайды. 2. Restaurants make pizzas, not schools. Ресторандар пицца жасайды, мектепті емес. 3. I wear shoes, not bags. Мен не киемін? Аяқ киім киемін. Сөмке кимеймін. 4. We decorate our houses, not cook. Біз үйімізді сәндейміз, пісірмейміз. 5. My cousin dance salsa, not sing. Менің бөлелерім сальса билейді, айтпайды сальсаны. 6. I get presents on my birthday, not make. Осылай сөйлемді жазып шығамыз. Келесі exercise 4. Complete the key phrases with words from the quiz. Quizдің ішіндегі кілттік фразаларды қолданып сөйлемді жазу керекпіз. Яғни демеулікті қойып шығу керекпіз. Біріншісі my birthday алдына on демеулігі қойылады. Келесі New Year's Eve. Ол жерге де on New Year's Eve деп қойылады. Келесі Christmas, at Christmas. Және үшіншісі at carnival time during Eid. Яғни бұл жерде біріншісінде on, екіншісінде at деген демеуліктерді, яғни prepositionдерді қойып шығамыз. Мен бұны қай жерден алдым? Бұл демеуліктерді мен 55-ші беттегі сары мен боялған сөздердің ішінен алдым. 5-ші тапсырма exercise 5. Talk about your activities on special days. Complete the sentence using key phrases and yellow words from the quiz. Яғни төбедегі кілттік сөздерді қолданып отырып, сөйлем құрауымыз керек. Мен 3 сөйлем құрап жазып кеттім. Сөйлемдерді ауыстырып жазсаңдар да болады. Мысалға біріншісінде on New Year's Eve we cook delicious food and decorate our houses деп жаздым. During Eid we visit our relatives. Яғни Eid кезінде біз туысқандарымызға барамыз деп жаздым. At carnival time we decorate streets and sing songs. Міне осылай сөйлемдерді алмастырып та өзгертіп те жазуға болады. Балалар, енді біз 56-ші бетті ашамыз. Ол жерде reading, яғни оқылымға байланысты тапсырмалар орындаймыз. International festivals деген тақырыпта, яғни халықаралық фестивальдар. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Exercise 1. Read and complete the text with the verbs, then listen and check. Астындағы мәтінге оқып отырып, сол жерде қалып кеткен, сызықшамен тұр, қалып кеткен жерлерге біз төбедегі 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 етістікті қойып шығу керекпіз. Сәйкесінше сәйкес келетін етістіктерді қойып шығу керекпіз. Ол үшін мәтінді оқимыз. Мен қазір оқып берем. Бірінші Фернанда. Hi, I am Fernanda and I am from Spain. One of my favorite celebrations is the New Year. New Year's Eve is the day before the New Year, and in Spain on the New Year's Eve we eat 12 grapes at 12 o'clock. It's very funny. I also like my name day because I go to a restaurant with my family and we celebrate. Бұл жерде екі сөз 1 мен 2 деп тұр. Ол жерге мен біріншісіне go қойдым, екіншісіне celebrate қойдым. Келесі Heidiді оқимыз. Яғни hello, I'm Heidi. Midsummer Day is in June and it's an important celebration here in Norway. The name of the celebration is Jonsok. One of Eve of Midsummer Day we
қай етістікті қоямыз? We make big fires and have parties outside. People dance and sing, and my friends and I jump over the fire. We eat fish and potatoes. Бұл жерге екі етістік қойдым. Біріншісінде make, жасау, яғни біз от жасаймыз деген, ағаштардан от жасаймыз, және jump, ол жерден ол оттардан секіреміз, алаудан секіреміз, jump деген сөзді қойдық. Келесі, Clara. Hi, I'm Clara and I am from England. Christmas is my favorite celebration. Бұл жерге не қоямыз? We decorate our house and we have a big Christmas tree. The days before Christmas, my friends and I sing songs called carols in front of people's houses. We get sweets and money. On 25th December, we have a family meal. My dad cooks turkey and we open our presents. Бұл жерде біз үйімізді сәндейміз, безендіреміз деген сөз, decorate дегенді қойдым. So, then exercise 2. Read the text again and write true or false. Балалардың екінші тапсырма, мәтінді қайта оқып, астындағы алты сөйлемнің дұрыс болса true, дұрыс емес болса, яғни бұрыс болса false деп жазып шығу керекпіз. Ол үшін мәтінді қайта оқып шығамыз. Ал мен қазір сөйлемдерді оқып, соны дұрыс жауабын қойып шығамын. Біріншісі, Fernanda lives in Spain. Fernanda Испанияда өмір сүреді. It's true, ол дұрыс. He eats grapes in a restaurant. It's false. Бұл дұрыс емес. Бұл жерде айтылған, ол grapes деген жүзімдерді ресторанда жейді деген. Жоқ, 12 жүзімді сағат 12-де үйінде жейді. Дұрыс емес, false. Келесі, Heidi celebrate Jonsock in June. Heidi Jonsock мейрамын маусым айында тойлайды. Ол дұрыс, true. Келесі, Your parents jump over the fire. Бұл жерде дұрыс емес, false, яғни оның ата-анасы оттан секіреді деген. Бұл жерде ата-анасы емес, Хейдидің өзі және достары секіреді. Келесі, бес, Clara sing songs on Christmas Day. Clara, бұл жерде дұрыс емес, false, яғни Clara жаңа жыл күні өлең айтады деген. Жоқ, жаңа жыл күнінен бұрын деп айтылған мына жерде. Соңғысы, Clara's mom cooks the meat at Christmas. Бұл жерде де false, дұрыс емес. Клараның анасы тамақты сол жаңа жыл күні істейді деген. Жоқ, алдын ала істейді, тамақты 25 декабрьден алдын ала жасап қояды. Осылай жазып шығамыз. Келесі бізде exercise 3, build a vocabulary. Үшінші тапсырма, сөздік қор дамыту мақсатында. Match words 1-5 to pictures A-E. Are there any special food for celebration in your country? Яғни бұл жерде 1-5-ке дейінгі сөздерді, мына суретте A, B, C, D, E деп 5 сурет тұр ғой, сол суретпен сәйкестендіру керекпіз. Яғни біріншісі grapes. Grapes деген жүзім. Қай жерде тұр? Мына жерде E әрпімен белгіленіп тұр, жүзімдер. Дұрыс. Келесі, fish, балық. Балық бізде қай әріппен? D әрпімен. Келесі, potatoes. Potatoes бізде картошка, ол бізде A әрпімен. Sweets, тәттілер, B әрпімен. Және turkey. Turkey деген бізде үндік, ол C әрпімен. Осылай белгілеп шығамыз. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма. About you, яғни өзің туралы жазу керексің. Ask and answer the questions. Сұрақтарға жауап жазу арқылы өзің туралы жазып кету керексің. Мен өзім туралы, яғни қысқаша жазып кеттім. Өзгертіп те жазсаңдар болады, солай жазсаңдар болады. Мысалға, бірінші сұрақ. What days are important for you? Why? Сен үшін қай күн маңызды, қай мереке маңызды, не үшін? Екінші сұрақ. When is the next holiday? Келесі мейрам, қай мейрам келе жатыр бізде? Үшінші, do you ever get sweets and presents when? Жалпы тәттілер немесе сыйлықтар алып көріп пен, және не үшін алып ең, қашан алып ең? Төртінші, are there any celebration in your town? Where and when? Және өзіңнің қалаңда қандай мейрамдар бар, қашан болады, қайда болады? Осы сұрақтарға жауап жазып кету керекпіз. My birthday is important for me. After that, I love New Year. Яғни мен үшін маңызды, ол менің туған күнім, Келесі, жаңа жыл деген сияқты. Келесі, our next holiday is New Year. Біздің келесі келе жатқан мерекеміз ол жаңа жыл, Yes, I do. Үшінші сұраққа yes, I do. I got presents sweets last week. Мен сыйлық алғанмын, ол өткен аптада болған, Төртінші сұрақ.
There are many holidays in our city. The most important city day. Яғни біздің қаламызда өте көп мерекелер бар, маңызды, және оның біреуі ол қала күні. Осылай жазып шықсақ болады. Балдар, каналға тіркеліп, сұрақтар болса, түсініксіз комментарийға жазуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.